Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 12-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Урок на повторение. Бірінші тапсырма. Өлеңді оқы. Прочитай. Сүйкімді лақ, жағалайсың бұлақ. Ойнаймын деп бірақ қала көрме құлап. Әбдірахман Асылбеков. Екінші тапсырма. Қандай ертегілерді білесің? Кластерді толтыр. Какие ты сказки знаешь? Напиши. Мысалы, например, алдар көсемен бай, бауырсақ, тігіншімен ай, үш аю ертегісін білемін. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сенің лағың, мысығың, күшігің, құлының бар ма? Төртінші тапсырма. Қошақанды, құлыншақты, мысықты, күшікті сипаттап әрқайсына екі сөйлемнен жаз. Опиши картинки и напиши по 2 предложения. Әлібектің қошақаны сүйкімді. Әлібектің қошақаны ақ. Анельдің құлыншағы әдемі. Анельдің құлыншағы қоңыр. Аннаның мысығы сүйкімді. Ол сары. Сашаның күшігі ақ ала. Ол ақылды. Бесінші тапсырма. Досыңнан үй жануарлары туралы сұра. Спроси у друга. Қандай үй жануарларын білесің? Каких домашних животных ты знаешь? Үйіңде қандай үй жануарлары бар? Дома. Какие животные есть? Есте сақта. Запомни. Түйенің төлі ботақан. Қойдың төлі қошақан. Жылқының төлі құлыншақ. Сиырдың төлі бозау. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.